Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне 150 грамм шекер, яғни қантымызды қосамыз. Осыны жақсылап миксермен аппақ болып көбіргенше 2-3 минуттай миксерлейміз. Міне осындай болып шығады. Одан соң үстіне 100 мл сұйық майымызды құямыз. Бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызды бөлек ыдысқа салып алып, үстіне 2 шай қасық қопсытқышымызды салып, осылай араластырып аламыз да, соның жарты бөлігін сұйық массамызға саламыз. Бірден барлығын салып жібермеңіздер. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда біздің бәлішіміз өте жақсы көтерілетін болады. Мен екінші бөлігін қостым, жақсылап араластырып алдым. Енді оның үстіне 2 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Менде осындай тік төртбұрышты форма бар. Сол форманы алдымен осылай сары маймен ішін жақсылап майлап аламыз. Біздің бәлішіміз жабысып қалмас үшін. Осы формамызға бағанағы қамырымызды құямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм сүзбе қажет болады. Оның үстіне 50 грамм қант саламыз. 1 дана жұмыртқа саламыз. Және 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Осылардың бәрін блендермен жақсылап езіп араластырып аламыз. Өйткені бізде сүзбеміз түйіршіктеліп тұр, сондықтан блендермен езсеңіздер жақсы езіледі. Арнайы осындай пакетигімізге құйып аламыз да, енді бағанағы қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Міне салмамды осылай қамырдың бетіне құйып шықтым. Енді осыны 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне менің бәлішім дайын болды. Өте жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Бұл жерде салмамыз біздің бетінде көрінбесе де ортасында қалды. Өйткені оның салмағы ауыр болғандықтан ортасында осылай қалады. Жұп-жұмсақ ірімшік сияқты болып тұр. Жасап көріңіздер, шаймен өте дәмді үйлеседі. Астарыңыз дәмді болсын.